Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін іріңді ангинаны қалай емдеу керектігі жайлы айтатын боламыз. Уақытында емдемесе, салдары өте ауыр болуы мүмкін. Ангина, баспа, тамақ ауруы алдымен ісінеді, сосын қызарады. Егердер кезінде ем бастамасаңыз, іріңдейді. Ал іріңді ангинаны міндетті түрде антибиотикпен емдеуіңіз қажет. Бадамша бездерінің іріңді қабынуы уақытында емдемесе, салдары өте ауыр болуы мүмкін. Ауру неден пайда болады? Дәрігердің айтуына қарағанда, іріңді ангинаның ең көп таралған қоздырғыштары инфекция, вирус, бактерия деп айтады. Біз салқын су ішкеннен, балмұздақ жегеннен немесе желдеткішті қосып отырғаннан деп ойлаймыз. Жоқ, бұлар тек көзге көрінетін себепші болады. Одан бөлек иммунитеттің төмендігі, көмейдің тітіркенуі, басқа созылмалы аурулардың болуы, ауыз қуысында инфекцияның болуы, мысалы стоматит, шірік тістер және тағы басқа, гипотермия, шамадан тыс жұмыс, стресс, алкогольді сусын ішу, темекі шегу себеп болуы мүмкін. Аурудың белгісі: іріңді ангина 2-3 күнде жазылатын ауру емес. Сіз тамағыңыздың ісініп, қызарғанын сезбесеңіз, егер осы кезде салқын су ішіп қойсаңыз, онда ауру асқынады. Нәтижесінде дене температурасы 39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бас айналады, бойыңызды әлсіздік билейді, тұла бойыңыз қалтырайды, жүрек айниды, құсу болады. Лимфа түйіндері айтарлықтай ұлғаяды. Жоғарыда көрсетілген белгілердің біреуі мазаласа, дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Алдын алсаңыз, емделу әлдеқайда оңай болады. Ауруды қалай емдейді? Тек тамақты шаюмен дертіңізге дауа таба алмайсыз. Ангинаны емдеу әдісі жиынтық жүреді. Бір ғана дәрімен емделемін десеңіз, қателесесіз. Көбінесе іріңді ангинаны емдеу үшін мына дәрілерді ұсынылады: пенициллиндер, аугментин, фломаксин, амоксиклав, пенициллин, сефазолин, цефалоксин, цефтраксон және де дәрігеріңіздің кеңесі бойынша қабылдаңыздар. Дәрігеріңіз берген рецепт бойынша алыңыздар. Бұл дәріні немесе екпе ауруларды емдейтін жүйелі антибиотик болып табылады. Олар бүкіл денеге әсер етеді. Соның ішінде асқазан ішек жолдарының пайдалы микрофлорасына теріс әсер етеді. Сондықтан дисбактериоздың дамуын болдырмау үшін осы еммен қоса пробиотиктер қабылдағаныңыз жөн. Жалпы іріңді ангина кезінде дәрігер көбінесе бұлшық ет ішіне инъекция түрінде антибиотиктерді тағайындайды. Бұл жылдам жазылуға ықпал етеді. Ауруды емдеу әдісі: іріңді ангинаны емдеу үшін антибиотиктерді қабылдаумен шектелмейді. Одан бөлек, мына әдістерді міндетті түрде жасау қажет. Төсек режимін сақтаңыз. Аурудың алғашқы күндері міндетті түрде сыртқа шықпай жатыңыз. Себебі ағзаңыз сырттағы вирусты, инфекцияны жұқтырып алуға дайын тұрады. Көп сұйықтық ішіңіз. Сұйық демделген жылы шай, емдік шөптердің қайнатпаларын ішіңіз. Бұл тамақтың іріңді шорышты қабығын жуады. Жиналған токсиндерді және дәрілік заттардың ыдырау өнімдерін тез жоюға көмектеседі. Диета сақтаңыз. Тым қатты тағамдарды жемеңіз. Өзі әлсіреп зардап шегіп тұрған тамағыңызды жырып кетсе, жазылуы қиынға соғады. Оған қоса ащы, майлы, қуырылған, қақталған тағамдар мен газды сусындарды шектеңіз. Тым ыстық не суық тағамды да тұтынбау керектігін ескеріңіз. Мейлінше жұмсақ, жылы тағамды қорек ету керек. Картоп безбесі, қайнатпа сорпа керемет азық болады. Тамағыңызды шаюды да ұмытпаңыз. Күніне 3 рет шаю керек деп шектемеңіз. Тамақтан алдын, тамақтан соң міндетті түрде фурацилин ертіндісімен тамағыңызды шайыңыз. Тұз бен сода араластырып шаюға да болады. Аурудың алдын алу үшін ангина,
жұқпайды, бірақ оны қоздырушы вирус жұғады. Сондықтан науқасты оқшаулау керек. Өзі ғана қолданатын ыдыс-аяқ, сүлгі төсек, жаймасы болғаны жөн. Сонда үйдегі басқа адамның ауруына жол бермейміз. Жалпы кез келген аурудан алыстау үшін иммунитетіміз мықты болу керек. Ол үшін денемізді шынықтырып, жаттығу жасап жүруіміз керек. Ағзаға зиян келтіретін жаман әдеттерден, темекі шегу, арақ ішуден бас тартуымыз керек. Дәруменге, минералға және микроэлементтерге бай табиғи, сапалы тамақтанамыз. Үйіңізді, жұмыс бөлмеңізді таза ұстаңыз. Бөлменің температурасы қалыпты болу тиіс. Күніне 2 рет ылғалды сүлгімен сүртіңіз. Салқын тигізіп алудан сақтаңыз. Кондиционер жанында отырудан абай болыңыз. Салқын кезде жылы киініңіз. Басыңызға да киюді ұмытпаңыз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы. Достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар.